Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді, дастарханда ерекше көрінетін керемет осылай закуска дайындаймыз, тіске басар. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: творожный сыр, тұз, бұрыш, желатин, сүт, селедка, қызылша және қара нан қажет. Алдымен желатиннің үстіне сүтімізді құйып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Желатиннің халал түрін алған дұрыс. Қызылшамызды алдын ала пісіріп, осындай бөліктерге бөлеміз. Блендермен еземіз. Езілген қызылшаның үстіне творожный сырымызды салып, тағы да блендермен езетін боламыз. Тұз бен бұрышымызды саламыз. Дәміне қарай жақсылап араластырамыз. Біздің желатиніміз дайын. Мінекей құямыз. Құймас бұрын желатинді микроволновкада біраз ертіп аламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді нанымызды бөлшектеп осылай кесеміз. Жұқалап кесеміз. Менде форма осындай. Формаға осылай нанды бетіне жасаймыз, жүрекше етіп, өлшеп. Ал форма міндетті түрде осындай силиконовый болған дұрыс. Силиконовый болса, ішінде салған затымыз тез ажырайды, тез алынады. Силиконовый форма қолданған дұрыс. Формамызға дайын болған қызылшамызды осылай құямыз. Оның үстіне селедка саламыз майдалап. Видеодағыдай салып шығамыз. Видеодағыдай енді қара нанды осылай қойып шығамыз үстіне. Мінекей бізде дайын. Қараңыздар, қандай керемет болды. Енді холодильникке 2 сағат, 3 сағатқа қойып қоямыз. Бізде 2 сағат уақыт өтті. Қазір алып көрсетемін. Силиконовый формадан тез оңай алынады. Мінекей. Қараңыздаршы, қандай керемет болып шықты. Екіншісін алып көрсетемін қазір. Мінекей, қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Өте әдемі. Мінекей, 4-шісін де алып көрсетемін қазір. Қандай әдемі, қараңыздаршы. Мінекей, бізде дайын. Өте әдемі болып көрінеді. Ерекше болып көрінеді дастарханда. Үстіне мен кондитерлік қапшыққа салып, майонезді осылай жағып шықтым. Сіздің өзіңіздің қалауыңызға қарай, фантазияңызға қарай әртүрлі етіп әрлесеңіздер болады. Мен осылай әрлеп шықтым.
өте әдемі болып көрінеді. Қараңыздаршы, қандай керемет. Сіздер де үй жағдайында балаларыңызға, жақындарыңызға осылай дайындап беріңіздер. Өте оңай дайындалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.